Мына шекейді қайдан алдыңыз? Жігітім сыйлады. Едіген айтам. Едіге ме? Иә, өзімде таң қалдым. Күтпеген жерден осында сыйлық жасады. Қуанып қалдым. Сізге ұнай ма? Ұнайды әрине. Мұндай әдем бүйімді қайдан алғанын айтпады ма? Сұрамаппын. Әйел адамға көңіл білдірсе, оны ризашылықпен қабылдау керек емес пе? Түсінесіз ғой? Түсінем әрине. Едіге қашан келетін айтқан жоқ па? Маған айтқан жоқ. Оған не деп айтайын? Ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Өзім хабарласам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Алло? Саламатсыздар, Жаномар. Сен ауруханадан неге кеш шығып кеттің? Көз ойыншық емес қой. Негізі өкпеде ойыншық емес. Сен де айтқаннан қайтпайды екенсің. Сіздің неге емделмей жүргеніңізді білем. Айыру бәрін айтып берді. Сіз ақшадан қысылып жүргеніңізді де білем. Бұл енді менің өз шаруам. Бұл менің мәселем емес, бірақ сіздің шаруаңыз шешуге болады. Әке? Сіздің таныстарыңыз бар емес пе? Аңсар, қазір телефонды өшіре салсам болар еді. Бірақ шын ниетімін айтып жатқаннан кейін әңгімеңді бұзғым келмеді. Қайталап айтам. Сен менің жеке шаруама араласпа. Емделем бе? Емделмеймін бе? Отбасыма қатерлі ісікке шалдыққанымды айтам ба, айтпайым ба? Мен бұны өзім шешем. Сіздің ренжитіңізді білем. Менің ісіме де ренжитіңізді білем. Бірақ мен оған көз жұма қарғалмаймын ғой. Сіз үшін де, айыру үшін де мен уайымдаймын. Емделу үшін қанша ақша керек екенін білемісің? Мен оны қайдан алам? Достарымнан сұрап жатқаным ұят емес пе? Жаномарлы. Болды. Мен жағдайымды ешкімге айтуыңды тыйым салам. Әсіресе айыру білмесін. Менің сөзімді жерге тастамассың деп сенемін. Аңсар, ешкімге тіс жарып айтпаймын деп уәде берші. Жарайды. Өз денсаулығыңды, енді немен айналысатыныңды ойлан. Ал мен өз өмірімді өзім реттейін. Едіге, тұра тұрш. Амансыз ба, Әздапай? Амансың ба? Кеше саған айтуға үлгермедім, ұйықтап қапсың. Кеше осында бір құрбың келіп кетіп еді? Қандай құрбың? Болдың да? Тоғжан. Тоғжан? Онда не істеп жүр? Не үшін келді? Өзің білетін шығарсың, сенің құрбың ғой. Не үшін келгенін түсінсем бұйырмассың. Екеуміздің арамыз ажырағанда біраз болды. Онда мен шаруам жоқ. Бірақ оны жақсы сыйлайтыныңда, жасаған сыйлықтарыңды айтып мақтанды. Сыйлық? Қандай сыйлық? Демек сен әшеке бұйымдар сыйлық деп есептемейсің бе? Таңғалмай. Өйткені өз ақшаң алынған емес қой. Ләззат апай, сізді түсінсем бұйырмасын. Жарайды, мен жұмысқа кетуім керек. Онсыз да кешігіп барады. Кешке сөйлесейікші? Кешке? Кешкеден тағы бір сылтау ойлап таппақсың ба? Қандай сылтау? Мен сізді түсінбей тұрмын. Едіге, бұған қалай дәтің барды? Ұятың бар ма өзіңнің? Мұнда не болып жатыр? Амансыз ба, анашым? Қалайсың балам? Едіге екеуіңіз ренжісіп қалғансыздар ма? Едіге не бүлдірді? Өзім де білейін деп тұрмын. Жоқ, біз жай әңгімелесіп тұрмыз. Не жайлы? Айтарлықтай ештеңе жоқ. Жұмысқа барыңдар кешікпей, әкелерің ренжіп жүр. Жоқ, бірдеңе болған көріп тұрмын ғой, мен айтсаңшы енді. Айттым ғой, еш нәрсе болған жоқ деп. Ал сенімен кешке сөйлесеміз. Солай ғой Едіге? Жарайды.
Әкелдің бе? Саған да сәлем бердік. Әкелдің ба дейм? Немене қалайсың? Жындыхананы сағындың ба? Осақ па? Сенің есің ауысың ба? Мынау маған бір ретке де жетпейді ғой. Кешір, бауырым. Қайырымдылықпен айналыспаймын. Қанша ақша бердің, сонша әкелдім. Сен не деп тұрсың өзі? Мен саған көп ақша бердім ғой. Түсінесің бе? Дәріханада баға қымбаттап кеткен. Ақша құнсызданып жатыр, өзің білесің. Енді маған не қылдайсың? Сен не? Мені мазақ қылып тұрсың ба? Әлде алдап соқпақ? Ей, пайда қалдаған. Бұл бизнес. Естіп ондай сөзді? Сенің өз бизнесің, менің өз бизнесім бар. Шешеңді көрген. Шамаң жетеді, мен білемін. Маған мынау аз тағы да әкеліп бере аласың ба? Әкеліп беремін. Бірақ бағасы қымбат болады. Жақсы, ақшасын барлығын берем. Менде басқа біреуді іздеп жүретін уақыт жоқ. Тек әкеліп берші, өтінем. Байқа, байдың баласы. Менімен ойнауға болмайды. Кешке ақшаңды әкеліп берем. Тек маған тауып берші, өтінем. Түстен кейін тағы қиналғанда қайдан табам? Жарайды, мен саған бәрін берем. Кешке 5000 әкеп тастайсың. Түсіндің бе? Түсіндім, әкелем. $5000. Жарайды. Байқа. Кешкі 7-те дәл осы жерге ақшаны әкеп тастайсың, түсіндің бе? Түсіндім. Әкелмесең, ауруханадан емес, мәйітханадан шығасың, түсіндің бе? Түсіндім. Жарайды. Ан жерін жақсылап жасаңдар. Сәттаров, сені іздемеген жерім жоқ. Қайда жүрсің? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум сәлем. Бірдеңе болып қалды ма? Болды. Кешегі сенің дайындап берген есебіңмен таныстым. Бірдеңе дұрыс емес пе? Жоқ, бәрі дұрыс. Өткен айда кіріс жайлы қосымша есеп жаса деген сияқты едім. Ал сен не істедің? Сен барлық мәліметтерді қызметкерге таратып бердің, солай ма? Енді еш қиындығы болған жоқ қой. Ал сен мені алдадың. Қалай? Жарайды. Дегенмен, сен бір жерде білім алған сияқтысың ғой, Мен сені оқымаған жігіт екен десем, сенің басың жақсы жұмыс істейді екен. Рахмет. Бұл жетістігіңді міндетті түрде басшылыққа жеткізетін болам. Жарайсың. Не деген түсінбейтін адамсыңдар. Жабық деп жазылып тұр ғой. Ол мен ғой. Бауырым, аңсар. Ауруханадан шықтың ба? Иә, шықтым. Жата бергені жалқып кеттім. Ақша да керек. Түсінікті. Негізі кигенің жақсы болды. Шынымды айтсам, мына жерде жалғыз өзім үлгермей жатырмын. Бірден іске кірсек ендеше, Жарайды. Көп неге жабық? аңсар, мына компьютерге троян вирус кіріп кетті. Жүйенің бәрі өзің көріп тұрғандай істен шықты. Қысқасы, сен троян вирусын қалай жоюды білеуші едің ғой. Ертерек жояйық. Ертең ашуымыз керек компьютерді көпті. Кел отыр. Аңсар, қысқасы, мына папкаге троян вирус кірген, соны жою керек. Сен немене көзің көрмей қалған ба? Сен өз толық емделіп шықтың ба? Иә, аздап. Жоқ, бауырым. Сен бұның жарамайды. Компьютерлік клубтың ақшасын дұрыс санамай мені мына түріңмен тақырға отырғызасың ғой. Немене келді? Әңгіме бар. Сен не? Жүк тасушы болып кеткенсің бе?
Иә, сенің арқаңда жақын арада даяшы да болам. Мақсат. Қош енді. О бастан бұл барды өзің басқаратын едің ғой. Иә, сейфтегі ақшаны да мен алдым. Мақсат. Қашулардың қажеті жоқ. Одан да бұл мәселені екеуміз жай тыныш шешейік. Сержант, түріңе қара. Мына тілмен клиенттердің барлығын қорқытасың. Мен ақшақорлармен жұмыс істей алмаймын. Емханаға барайық деп талай еттім. Өй, түріңе қарашы. Не, менің кеткенімді қалап тұрсың ба? Кетем. Бірақ алдымен бастапқы капиталымды қайтарасың. Немене? Қойшы енді. Иә, көру қабілетім нашарлап қалды. Бірақ қалпына келеді ғой. Неше бала отырған санай алам. Касса ақшаны да санай алам. Шынымды айтсам, маған сен сияқты мүгедек жұмысшылар керек емес, бауыр. Саған өз жұмыс істеуге бола ма? Иә, болады. Шын айтасың ба? Шын айтам. Енді не? Саған дәрігерден анықтама алып келейін бе? Ешкім жұмыс істеуге тыйым салған жоқ. Шынымен анықтама алып келе аласың ба? Білесің ба, Аңсар, анықтама алып келсең тіптен жақсы болатын еді. Мен саған ауырып жатқан күндеріңе қағаз жазып берем, жарай ма? Сен бейт. Ауруханаға бар, анықтама қағазыңды алып кел. Содан кейін жұмысқа қабылдайым. Егер анықтама қағазын бермейтін болса, онда жұмысқа келмей ақ қойсаң да болады, бауыр. Не болды осы? Аңсардың жүрсі анау ауыр. Компьютерде жұмыс істемейді. Саған капитал керек екен ғой. Иә. Біздің бардағы бір техниканың өзі 1000-нан астам тұрады. 100 000-нан. Одан бөлек жиһаз да бар. Есіңде болса, оның барлығын екеуміз бірге төлеп алғанбыз. Есімде. Бірақ қазір заң жүзінде оның барлығы сенің анаңа тиесілі. Сондықтан да барлығын анаңа берем. Сендер мені саттың ба? Мен емес сен сатқан. Сен өз-өзіңді есірткіге сатқан. Ақша керек. Үлесімді қайтармайынша мен ешқайда да кетпеймін. Саған ақшаның не үшін қажет екен білем. Таң атпастан есірткі тұтынып алғансың. Ода сенің шаруаң болмасын. Ақшамды қайтар. Бірде-бір тиын алмайсың, жоғал бұл жерде. Ақшамды қайтар. Мақсат, ақшамды қайтар. Оларға мен ақшамды қайтармасам маған жаман болады. Сен менің досым едің ғой. Қазір кетпесең, полиция шақыртып, өзім ұстатып жіберем. Шақырмайсың? Шақырам. Шақырасың ба? Онда сен әлі ақшамды қайтармағаның үшін өкінесің. Өкінесің. Жоғал. Өкінесің. Сәлем, әкем өзінде ме? Сәлем, иә өзінде. Жақсы. Сәлем, Назерке. Мұнда не істеп жүрсің? Сәлем, әкем телефонын үйде қалдырып кетіпті, соны әкеп беруімді өтінген. Телефонды қоя тұршы. Саған телефон шалсам, хат жазсам жауап бермейсің ғой, неге? Едіге әкеме баруым керек, сосын сөйлесейік жарай ма? Назерке, 15 минуттан кейін түскі асқа шығамын. Емен барасың ба? Ұсын серуендеп қайтамыз. Менің уақытым жоқ. Сосын мені түскі асқа шақырып қойған. Кім шақырды? Онда шаруам болмас. Сен оның бәрібір танымайсың. Түсінікті. Оның бәрін әдейі істеп жүрсің ғой. Мазаңды алмасын деп. Бірақ шын мәнінде сенде ешкім жоқ, солай ма? Керемет тауылдысың, Едіге. Бірақ бұл шындық. Мен бір жігітпен кездесіп жүрмін. Сондықтан сабаңа түссе, мен ойлауды қоя. Мен саған сенбеймін. Өзің бір қырсық екенсің. Жарайды, көп ұзамай оны да көрерсің. Моңғол, қорықпай бір фургон жалдауымыз керек. Негізі, шағын орталық үшін тым көп емес пе? Білесің бе? Бұл үшін бір жылға тұрмай кетіп қалуы мүмкін. Сен неге бірден қорқа шықтың, осылай өмір бойы ұстап алғанша ұсақ түйекпен айналыспақсың ба? Ойланшы, жолымыз болып кетсе, теңіздің жағасына жатамыз, күнге қыздырынамыз. Көктегі қыздар бәрі болады бізде. Қытайлық жеткізушілер мұндай партияны тасымалдаудан бас тартады. Олар да ақымақ емес. Оларға да кепілдік керек. Сен мұның бәрін оп-оңай деп ойлағансың ғой деймін, қателесесің. Ал жарайды, мәселе мұнда емес дейікші. Кімге өткізесің мынаның бәрін, кімге?
Сәлем. Сенің осы дәмханада отырған біліп едім. Не істеп отырсың? Жұмысқа шығуға бола болмай ма, соны білуге келдім. Мына жерде күтіп отырмын. Ал мені саған сыйлығым бар. Дәрігер саған көзілдік жас беріп еді ғой. Ең сәнді көзілдік алдым. Көзілдік таққаннан ұялудың қажеті жоқ. Қазір керісінше, көзілдік таққан сәнді болып есептеледі. Кәне? Өзіңе жарасатын сияқты. Шынымен осылай жақсы көрінеді екен. Ұнады ма? Иә, ұнады. Қымбат шығар, мен ақшасын қайтарып берем. Ешқандай ақшаның қажеті жоқ. Бұл менің саған тайын сыйлығым. Сен жұмыс істемейсің ғой. Демек бұл әкеңнің ақшасы. Ал әкең сыйлық жасап жатқанын біле ма? Аңсар, енді мен саған соншалықты көлік сыйлап тұрған жоқпын ғой. Ештеңе етпейді. Әкең қаражаттан қиналып жүр деп едің ғой. Ал жағдай одан да қиын болса ше? Жоқ. Дегенмен, менің әкем өте мейірімді. Егер мен әкемнің орнында болатын болсам, академияны сотқа беруші едім. Қалайша ешқандай дәлелсіз жұмыстан шығара салады, барлығын тартып алды. Тіпті медициналық сақтандыруды. Енді басқа тіс дәрігерге бару керек болады. Сақтандыру? Иә. Демек әкеңде тегін емделуге мүмкіндік берілген медициналық сақтандыру болды ма? Иә, тіпті бүкіл отбасымызбен тегін қаралушы едік. Ал ол медициналық полисті қайтадан алуға бола ма? Кешір, маған кету керек. Ауруханаға барам. Жұмысқа қатысты бар анықтамалар алғым керек. Онда мен де сенімен барайын. Қолым бос. Жоқ, 1-2 сағаттан кейін сенің үйінде кездесеміз. Міне, көзілдірігін тағып бара жатырмын. Рахмет. Алғашы. Қалай өткізетімізді, кімге сататымызды табамыз. Қалада не көп, нашақор көп. Егер бұлай дұрыстап ойланып қарайтын болса, бұл сондай қатты не шаруа емес. Білесің бе? Бүйтеміз. Сенің әлгі Қытайдағы достарыңа хабарласамыз. Олар әлгі сыртын бірге етіп жасауын талап етеміз. Және де арасына көзбояушылық ретінде бір шын өнім салып береміз. Бұл Айналаңа қараш, тасып жатқан клиенттерің бар ма? Мұнша химиялық зат керек екеніне кім сенеді, кім сенеді? клиенттер маз екен рас. Бірақ мына көлік жуу орталығында жоқ құжат бойынша аптасына 8000 көлікке қызмет көрсетеді. 2 тонна ешкімге күдік келтірмейді. Ал сатуға келетін болсақ, оны екеуміз бірге ақылдасып отырып жасаймыз. Түсіндің бе, Моңғол? Тыңда, тіпті бар ғой. Тіпті екеуміз клиенттерімізді біріктіретін болсақ, айына 3 немесе 4 қана килограмм сататын боламыз. Сонда бір фургонды 3 жыл бойы сатамыз ба? Ол уақытқа дейін не сен өлтіріп тастайды, не болмаса мені қамап тастайтын болады. Сен түсінсінші, бұл жерде бәрі шағын, бір-бірін таниды. Егер біреудің жолын кескестейтін болсаң, ана басың таппай кетесің. Түсініп отырмысың, құрт-қарға жем боласың. Мен саған қалжыңдап отқан жоқпын. Ал сен әлгі ірі сатушылардың біреуін таниды мен? Танимыз ғой. Онда былай істейміз. Ақыр көтерме саудамен алысады екенбіз, сен солардың біреуімен кездесуің керек. Түсіндің ме? Түсіндім. Сәлем досым. Қалайсың, таныдың ба, Сержан ғой? Не болды, ескі достарың танымай? Айтпақша, мен саған бір мәселемен хабарласып тұр едім. Омар, 1-2 доллар тауып бере аласың ба? Алло, Омар. Қадыр, ассалаумағалейкум. Қалың қалай? Иә, Сержан ғой. Қадыр, мен саған бір жағдаймен хабарласып тұр едім. Анам ауруханаға түсіп қалды, 1-2 доллар керек болып тұр. Қош, мүлдем жоқ па? Ертеңше. Қалай сенде ақша жоқ? Түсінікті. Түсінікті деймін. Бишер. Көркем, менімен жүрші, келіссөз бөлмесінде көмегім керек болып жатыр. Қазір 1 минут. Көркем, тездетші. Қытайдан делегация келіп отыр, олар бізді күтпейді. Жарайды.
неге алдым. Енді сенің телефонның шырылдағаны жетпеп еді. Беркін, сен бұл істе жаңа адамсың. Көп нәрсені білмейсің. Жаныңдағы адамдар қауіпті, олармен байланысатын адамдар да қауіпті. Егер сен әрі қарай осылай жұмыс істейтін болсаң, біл, мен араласпаймын бұл нәрсеге. Алып кеш ана орындықты бері қарай. Бол. Саған не болды, а? Қайда бір боқ бұрын құсап қауіпті деп қалдым. Жап-жақсы жоспар. Егер біз ешқыртанан үстін. Егер жақсы табыс тапқымыз келсе, тәуекелге бару керек бізге. Түсінесің бе? Моңғол, былай болсын. Сен әлгі, отыршы. Мәй! Отыр. Кімге, қайда, не істеу керек екендігін айтасың, барлығын ұйымдастырасың. Ал мен болсам, бізге қолдаушы табамын. Қолдаушы? Иә, солай-ақ болсын. Егер біз бизнесімізді ұлғайтқымыз келсе, қандай жағдай болмасын, бізге қолдау көрсететін серіктес керек, ал менде ондай адам бар. Менің саған қажетім не? Жұмыстан шақыртып алдым ғой. Менің уақытым аз. Сондықтан бірден іске кірісемін. Сен темірліктерге не үшін бардың? Жай әншейін есіме түсіп кеттің. Сені көрейін деп. Тағы да не есіңе түсті? Аңсар ауруханадан шықты. Мен оны жатақханадан күтетінді білдің ғой. Онда не үшін бардың? Ай, тоқтай тұр, сен қалай сөйлейсің өзі? Тоғжан, сен Назеркемен сөйлесу үшін бардың ғой. Солай ма? Назерке дейді. Оның қатысы не? Солай мекен. Ал мен түсінбей тұрсам, менің досым Едіге өзінің жаңа қарындасына ғашық болып қапты ғой. Жап аузыңды, не айтып тұрсың? Сен шаруаң болмасын. Тағы да сұрап тұр. Сен темірліктерге не үшін бардың? Жаным, неменеге сонша ашуланасың? Жай сені көруге барғаныма сенбей тұрсың ба? Әрине сенбеймін. Дұрыс дейсің. Маған бәрібір сенің еш керегің жоқ. Айтпақшы, сенің өгей шешең нағыз сұрқия екен, үйіне де кіргізбеді. Тоғжан, сенен соңғы рет сұрап тұрмын. Темірліктерге не үшін бардың? Айт. Айтпасам не істейсің? Айтпасаң, өзі болың өзіңе. Ұқтың ба? Қорқытып жібердің ғой? Тоғжан, шын айтам. Егер менің отбасыма бір арам ойларың болса, менен жақсылық күтпей. Екеуміз бірге болғымызға қарамаймын. Ләззат, поштаны көрдің бе? Маған күрелік поштамен есеп шоттар келу керек еді. Бүгін ештеңе келген жоқ, келген кезде айтам. Анан неге шешіп алғансың? Бұл суретке қашан түскеніміз есіңде ме, Жылтай? Әрине есімде. Назерке мектепке барған кез. Ал мына мойнымдағы алқа есіңде ме? Есімде. Мен оны саған сыйлағам. Назерке туғанда сыйлағансың. Иә. Мұндай алқа сирек кездесетін дүние, солай ғой? Иә, білем. Авторлық жұмыс. Мұндай алқа қалада болмауы керек, басқа. Зергерлік досым жасап берді. Мұны мен не айтпақшысың? Мынандай бір қиындық туып тұр, Жолтай. Иә. Бұл алқаны көптен бері кимеп едім. Тіпті қорабынан қашан шығарғаным да есімде жоқ. Ал кеше бір қызығы. Мұны бір қыздың тағып жүргенін көрдім. Кім, Назерке ме? Едігенің қасындағы құрбысының мойнынан көрдім. Мұның қашанға дейін жалғасатынын білгім келеді. Солайды. Тағы да Едігені ұрлықша атамақпысың? Тап солай. Едіге ұрлады. Түсінбедім. Жарай түсінбесең, онда мен турасын айтайын.
Едігенің осы үйде болғанын қалаймын. Және оның көңіл күйінің жақсы болуын тілеймін. Ол маған сенім артуы керек, ұқтың ба? Сендердің өсегі аяңдарың маған керек жоқ, балаларыңа да айт. Ала көздеп қарауын қойсын. Сонымен алға қайда? Бір жерге сап қойған шығармын. Іздеп көрейін. Жақсы. Мінекеңіз. О, Аңсар, мұнда қайдан жүрсің? Аурухананың ботқасын сағынып қалдың ба? Сағынғаным жоқ. Жұмысқа анықтама керек еді, сол үшін келдім. Бір жағынан сізге соғып кетейін деген. Мынау сізге. Тағы да кәмпит пе? Тәттіге тойдым. Керек жоқ, алып қой. Салып кетіңіз. Жоқ, алыңыз. Қажеті жоқ. Шынымды айтсам, сізге бір өтінішім бар еді. Міне содан бастауым керек еді. Ол Тайжан Омаровна қатысты. Оған не болды? Өзіңіз де білесіз ғой, ол қатерлі ісікке шалдықты. Емделгісі келмейді. Үй ішінен айтқысы келмейді. Мұнысын құптамаймын. Бірақ ол кісінің өзінің шаруасы. Қалау білсін. Мәселе оны қалаған, қаламағанда емес, ол кісінің ақшасы жоқ. Ешкімге қол жайғысы келмейді, Райхан. Оған қалай көмектесу керектігін білемін. Менің ол кісімен қарым-қатынасым өте жақсы. Бірақ ол кісіні химиялық терапияға арқамен сүйреп алып келе алмаймын. Өзі ақ келеді. Академияға жұмысқа қайтадан қабылданса, медициналық сақтандыруға ие болады. Сонда ем-дом ақшасын өздері ақ төлейді. Ешқандай сылтау айта алмайды. Ол үшін маған Тайжан Омаровның жеке картасын көшірмесі керек. Аңсар, сен не деп тұрғаныңды білесің бе? Білем. Оған айыппұл салынатынын білем. Қайдағы айыппұл? Ол үшін мені жұмыстан шығарады. Сен соны біліп тұрсың ба? Сенің көздегенің сол ма? Ешкім біліп қоймайды. Уәде берем. Мен Тайжан Омаровны өте қатты сыйлаймын. Бірақ бәріміз тәртіпке бағынуымыз керек. Тәртіп деген жақсы ғой. Бірақ адамның өмірі оған қарағанда маңыздырақ. Бәлкім мен тым ақыл көзін бара жатқан шығар. Алайда сіз де оған көмектескіңіз келеді ғой. Солай ма? Маған денсаулық картасын беріңізші. 10 минутқа көшірмесін жасаймын. Барлығын өзім жасаймын. Ешкім білмейді, уәде берем. Кәмпит алып келдім дедің бе? Иә. Мен бұны медбикелер постына апарып келейін. Жарайды ма? Сенің 3 минут уақытың бар. Байқа. Көп рахмет. Көркем жарайсың, жұмысыңды жақсы атқардың. Келесі жолы келіссөз жүргізгенде өзімен бірге алатын болам. Рахмет. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Тек азап басым ауырып тұр. Найла бүгін жұмыстан 1 сағатқа ерте кете берсем болады ма? Аңсар, келе ғой, кел. Денсаулығың қалай? Тәуір болып қалдым. Той, көз әйнегің қандай әдемі, сәнді екен. Рахмет. Қазір аяр өт шақырам. Кейін шақырсаңыз. Қол бос болса, қазір Тайжан Омаровнамен сөйлесем деп едім. Аңсар, амансың ба? Айнан көрсен шай қойып жіберші. Жақсы. Аңсар екеуміз сөйлесе тұрайық. Тайжан Омаровна, сіз маған қайтадан ұрсатыңызды білем. Бірақ мен сізге жақсылық тілеген соң ғана жасадым. Нені айтасың? Сіз өз денсаулығыңыз үшін күрескіңіз келмейді. Бірақ сіз және сіздің отбасыңыз маған өте қымбат. Сондықтан бұған жол бере алмаймын. Аңсар, сен не істедің? Бір амалын таптым. Сізді академиядан ештеңені түсіндірместен ешқандай дәлелсіз жұмыстан шығарып жіберді ғой. Алайда олар сіз қателік іске шалдыққаныңызды білмейді.
қазір арыз жасақ, осы ертеңіз үшін жұмыстан әдейі шығарып жіберген дәлелдеуге болады. Демек, жұмысқа қайтадан орналасуымызға Бұндай іске араласуға саған кім рұқсат етті? Менің өміріме араласатындай сен кімсің? Ойыңа келген істегенді қой. Академияға хабарласушы болма. негізі мен олармен сөйлесіп те қойдым. Арыз жазып, сіздің денсаулығыңыз туралы ақпаратты академияның ректорына жібердім. Кешіріңіз, бірақ солай істеуім керек болды. Ректор. Ассалаумағалейкум. Асқар Рашидұлы. Біз енді ересек адамдармыз ғой. Ашық сөйлесейік. Мен бүгін факспен сенің медицина кітапшаңнан алынған көшірмені алдым. Бірақ мен... Тоқтай тұр. Тайжан Омарұлы, мен айтайын. Біз сенің жағдайыңды білмедік қой. Енді біз хайуан емеспіз ғой. Міндетті түрде істі сотқа дейін жеткізу керек пе еді? Асқар Рашидұлы. Тайжан, бұл оқының бәрін бейбіт жолымен шешейік. Дүйсенбіден бастап жұмысқа келетін бол. Сені жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық дайындаймын. Медициналық сақтандыру болады. Әрине біздің білім министрлігі мен әлеуметтік қызмет орындарымен түсініспеушілігіміз болмасын. Ал енді Тайжан, негізі сенің өзің келіп айтқаның дұрыс болар еді. Мен де адам емеспін бе? Жарайды. Дүйсенбі күні келетін бол. Жақсы. Сау бол. Ал жігітім, тіпті не айтарымды да білмей тұрмын. Ештеңе демей қойыңыз. Әншейін. Сәлем! Келгенге көп болды ма? Бөгет жасамадың ба? Жоқ, жаңа ғана келдім. Тайжан Омарұлы екеуміз сөйлесіп тұрмыз. Не туралы сөйлестіңдер? Мен жайлы ма? Денсаулық туралы, қызым. Анашым, әкем кетіп қалды ма? Кездесуім бар дейді. Түсінікті. Таңертең не дегенмен не туралы сөйлестіңіздер? Қыз дедіңіз ба, сыйлық дедіңіз ба? Айтарлықтай дәнеңе жоқ. Айтыңызшы енді. Айтып тұрмын ғой. Ештеңе жоқ. Суып қалмай тұрғанда тамағыңды ішіп. Анашым, білесіз ғой, маған айтуыңызға болады. Едіге тағы бірдеңені білдіріп қойды ма? Мен сізге айтып едім, оған сенуге болмайды деп. Қамбар, Едіге ештеңе білдірген жоқ. Мен түк көргем жоқ, дәнеңе де болған жоқ. Бұдан былай маған Едіге туралы мұндай әңгіме айтушы болма. Бірақ... Тамағыңды ішесің бе жоқ па? Ана жақта суып қалды. Не болып жатыр өзі? Нұрдәулет. Немене сонша қайғып келіп тұрсың? Мынада жақсы адамдарға түнерген түрмен келуге болмайды. Ақшап келдің бе? Әкемесең, сөзіміз жараспас. Нұрдәулет, мұнда қымбат швейцарлық сағаттар. Тартандаңды. Өте қымбат тұрады. Мынауыз тіпті жылап жаңа десе де болады. Және де қымбат сақина. Ақшап келдің бе дейміз саған? Және де планшет алып келдім. Онымен қоса ұялы телефон. Мұнаның барлығы 5000-нан қымбат тұрады, тез өтіп кетеді. Сондықтан мен сенің алдында қарыз емеспін, Нұрдәулет. Болды, құтылдым қарызымнан. Тіпті жағдайың қиындап кетті ме не? Бүкіл байлығын жинап келіпсің не? Не, анаңның ақша бермей қойды ма не? Сіз жоқ менде ақша, Нұрдәулет. Жоқ ақша. Тартып қойыңыз. Былай істейміз. Егер ақшаң жоқ болса, тәтті де жоқ, түсіндің бе? Сен ойлан, ақша табудың бір амалын табарсың. Қалтаңда ештеңе қалған жоқ па? Шеш анан. Бол, шеш.
Ләззат апай, сіз таңертең менімен сөйлескіңіз келіп еді ғой. Бірақ мен ештеңе түсінбедім. Тоғжан не десе де менің қатысым жоқ. Жақсы. Ләззат апай, мен рас айтамын. Жақсы дедім ғой. Несі жақсы? Маған ренжіп жүргеніңізді көріп жүрмін ғой. Бірақ менің не кінәм бар екенін түсінбей жүрмін. Бәріне сәлем. Амансыздар ма? Мәссаған. Сен мұнда неғып жүрсің? Сәлем достым. Көріспегелі көп болды. Анашым, таныс қойыңыз, бұл Жігер, қамбардың досы. Жігер бұл Едіге, менің ағам. Танысқаныма қуаныштымын. Сендер қайда жолығып жүрсіңдер? Сыр білдірмейді тағы. Жағдай солай болды. Несі бар? Жігер, бізбен бірге кешкі ас ішесіз бе? Жоқ, біз асығып тұрмыз. Мен киім ауыстырым керек. Кешкісін достармен картинге барамыз. Картинге? Мен де барар едім. Несі бар? Онда жинау? Едіге, мүмкін сен де бізбен бірге барасың? Жоқ, бара алмаймын. Жұмыстарым бар. Жарайды. Назерке, онда сен де жинау. Оны қалай түсінуге болады? Әйтеуір бір маңызды себеппен шақырған шығарсың. Әлде ағаң туралы жаңа бір деректер таптың ба? Алдындағы берген деректер жетпеді ме не? Енді ол ағаңды біраз уақытқа түрмеге отырғызуға жеткілікті деп ойлаймын. Жұмыс істеп жатырмыз. Ал басшылық не деді? Мән берді деуге болады. Енді сенің ағаң атақты ғой. Елді тағы бір шулататын шығар. Тамаша, өте қуаныштымын. Жайғасыңыз. Сен мен сол қуану үшін шақырдың ба? Басынып бара жатырсың, Беркін. Жоқ, әрине, қалайша мен сізді жай шақырам. Сіздей жұмыс басты адамды, әрине бір шаруамен. Бірақ бұл тергеу ісін емес, сіздің жеке басыңызға көмектеседі. Сәлем. Алып келдің ба? Не деген іскер едің? Алдымен бой жеткеннің қалын сұрап, бір-екі ауыз мақтау деген қайда? Менің уақытым жоқ, достарым күтіп тұр. Әдептілігің қайда сенің? Менің еңбегімнің ақысы ше. Мынаны алып қалсам қайтеді? Бұл сыйлық емес, алқаны қайтадан тапсыру керек. Не болды саған? Қалжыңдауға да болмай ма? Бұны қайтейін. Ал, Едігеш, жақсылап сөз естіді ме? Өзім де түсінбей қалдым. Анам ешкімге ештеңе айтқан жоқ. Неге екенін білмеймін, бірақ бұл операцияны тоқтату керек сияқты. Басқа бір амалын табу керек. Құрып қалсын. Бәрі сазайын тартар. Сонымен, қайда барамыз? Еш қайда бармаймыз, мен достарым күтіп тұр деп алдым ғой мен саған. Ал мен екеуміз бірге кешкі ас ішеміз деп дайындалып шықсам? Жаным, кейін барамыз, менің газ қолым бос емес деп айттым ғой мен саған. Түсінбедім, не болып жатыр өзі? Сен жақында ғана өзің сондай сыпайы болып, ғашық болып жүредің, енді мені тастап кетейін деп бедің? Тоғжан, сен мені түсінбеген сияқтысың. Менің қазір біреумен көңіл жарастыратын күйде жүрген жоқпын. Сондықтан дос болып қалайық. Сосын бір реті келгенде хабарласам. Бір таудағы хайуанды бір арыстан билеген патшасы екен әуел бастан. Әділ атақ алмақшы ниеті бар. Ешкімді ауыртпастан, жылатпастан. Жарайсың. Ал математикадан есебіңді шығардың ба? Я. Жақсы. Апа, осы қатерлістік деген не? О, неге сұрадың? Кеше әкем біреумен телефон арқылы сөйлесіп жатқанда қатерлістік туралы айтайын ба, жоқ па деді. Не деді дейсің, қызым? Айтып тұрмын ғой қатерлі ісік туралы.
Көркем. Сержан, сен мұнда не істеп жүрсің? Көркем. Менен бәрі бас тартты. Бәрі. Өтінем. Құтқаршы мені. Сержан, керек емес, жіберші. Құтқаршы, өтінем. Сержан, сен не істеп жатырсың? Сенен басқа ешкім жоқ. Сержан, керек емес. Құтқаршы мені. Тұршы. Ауруханадан емес, мәйітханадан шығасың, түсіндің бе? Түсіндім. Жарайды. Ана жерін жақсылап жасаңдар. Сәтпаев, сені іздемеген жерім жоқ. Қайда жүрсің? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Бірдеңе болып қалды ма? Болды. Кешегі сенің дайындап берген есебіңмен таныстым. Бірдеңе дұрыс емес пе? Жоқ, бәрі дұрыс. Өткен айда кіріс жайлы қосымша есеп жаса деген сияқты едім. Ал сен не істедің? Сен барлық мәліметтерді қызметкерлерге таратып бердің, солай ма? Енді еш қиындығы болған жоқ қой. Ал сен мені алдадың. Қалай? Жарайды. Дегенмен сен бір жерде білім алған сияқтысың ғой, Мен сен оқымаған жігіт екен десем, сенің басың жақсы жұмыс істейді екен. Рахмет. Бұл жетістігіңді міндетті түрде басшылыққа жеткізетін боламын. Жарайсың. Не деген түсінбейтін адамсыңдар. Жабық деп жазылып тұр ғой. Ол мен ғой. Бауырым, аңсар. Ауруханадан шықтың ба? Иә, шықтым. Жата бергені жалқып кеттім. Ақша да керек. Түсінікті. Негізі кигенің жақсы болды. Шынымды айтсам, мына жерде жалғыз өзім үлгермей жатырмын. Бірден іске кірсек ендеше, Жарайды. Көп неге жабық? Аңсар, мына компьютерге троян вирус кіріп кетті. Жүйенің бәрі өзің көріп тұрғандай істен шықты. Қысқасы, сен троян вирусын қалай жоюды білеуші едің ғой. Ертерек жояйық. Ертең ашуымыз керек компьютерді көпті. Кел отыр. Аңсар, қысқасы мына папкаге троян вирус кірген, соны жою керек. Сен немене көзің көрмей қалған ба? Сен өз толық емделіп шықтың ба? Иә, аздап. Жоқ, бауырым. Сен мұның жарамайды. Компьютерлік клубтың ақшасын дұрыс санамай мені мына түріңмен тақырға отырғызасың ғой. Неменеге келдің? Әңгіме бар. Сен не? Жүк тасушы болып кеткенсің бе? Иә, сенің арқаңда жақын арада даяшы да болам. Мақсат. Қош енді. О бастан бұл барды өзің басқаратын едің ғой. Иә, сейфтегі ақшаны да мен алдым. Мақсат. Қашулардың қажеті жоқ. Одан да бұл мәселені екеуміз жай тыныш шешейік. Сержан, түріңе қара. Мына түріңмен клиенттердің барлығын қорқытасың. Мен ақшақорлармен жұмыс істей алмаймын. Емханаға барайық деп талай еттім. Өй, түріңе қарашы. Не, менің кеткенімді қалап тұрсың ба? Кетем. Бірақ алдымен бастапқы капиталымды қайтарасың. Немене? Қош енді. Иә, көру қабілетім нашарлап қалды. Бірақ қалпына келеді ғой. Неше бала отырған санай алам. Касса ақшаны да санай алам. Шынымды айтсам, маған сен сияқты мүгедек жұмысшылар керек емес, бауырым. Саған өз жұмыс істеуге бола ма? Иә, болады. Шын айтасың ба? Шын айтам. Енді не? Саған дәрігерден анықтама алып келейін бе? Ешкім жұмыс істеуге тыйым салған жоқ. Шынымен анықтама алып келе аласың ба? Білесің ба, Аңсар? Анықтама алып келсең тіптен жақсы болатын еді.
мен саған ауырып жатқан күндеріңе қағаз жазып берем, жарай ма? Сен бейт. Ауруханаға бар, анықтама қағазыңды алып кел. Содан кейін жұмысқа қабылдайым. Егер анықтама қағазын бермейтін болса, онда жұмысқа келмей-ақ қойсаң да болады, бауыр. Не болды осы? Аңсардың жүрісі анау ауыр. Компьютерде жұмыс істемейді. Саған капитал керек екен ғой. Иә. Біздің бардағы бір техниканың өзі 1000-нан астам тұрады. 100 000-нан. Одан бөлек жиһаз да бар. Есіңде болса, оның барлығын екеуміз бірге төлеп алғанбыз. Есімде. Бірақ қазір заң жүзінде оның барлығы сенің анаңа тиесілі. Сондықтан да барлығын анаңа берем. Сендер мені саттың ба? Мен емес сен сатқан. Сен өз-өзіңді есірткіге сатқан. Ақша керек. Үлесімді қайтармайынша, мен ешқайда да кетпеймін. Саған ақшаның не үшін қажет екен білем. Таң атпастан есірткі тұтынып алғансың. Ода сенің шаруаң болмасын. Ақшамды қайтар. Бірде-бір тиын алмайсың, жоғал бұл жерден. Ақшамды қайтар. Мақсат, ақшамды қайтар. Оларға мен ақшамды қайтармасам маған жаман болады. Сен менің досым едің ғой. Қазір кетпесең, полиция шақыртып, өзім ұстатып жіберем. Шақырмайсың? Шақырам. Шақырасың ба? Онда сен әлі ақшамды қайтармағаның үшін өкінесің. Өкінесің. Жоғал. Өкінесің. Сәлем, әкем өзінде ме? Сәлем, иә өзінде. Жақсы. Сәлем Назерке. Мұнда не істеп жүрсің? Сәлем, әкем телефонын үйде қалдырып кетіпті, соны әкеп беруімді өтінген. Телефонды қоя тұршы. Саған телефон шалсам, хат жазсам жауап бермейсің ғой, неге? Едіге әкеме баруым керек, сосын сөйлесейікші, жарай ма? Назерке, 15 минуттан кейін түскі асқа шығамын. Немен барасың ба? Ұсын серуендеп қайтамыз. Менің уақытым жоқ. Сосын мені түскі асқа шақырып қойған. Кім шақырды? Онда шаруам болмасын. Сен оның бәрібір танымайсың. Түсінікті. Оның бәрін әдейі істеп жүрсің ғой. Мазаңды алмасын деп. Бірақ шын мәнінде сенде ешкім жоқ, солай ма? Керемет тауыпсың, Едіге. Бірақ бұл шындық. Мен бір жігітпен кездесіп жүрмін. Сондықтан сабаңа түссе, мен ойлауды қоя. Мен саған сенбеймін. Өзің бір қырсық екенсің. Жарайды, көп ұзамай оны да көрерсің. Маңғол, қорықпай бір фургон жалдауымыз керек. Негізі, шағын орталық үшін тым көп емес пе? Білесің бе? Бұл үшін бір жылға түрмеге кетіп қалуы мүмкін. Сен неге бірден қорқа шықтың, а? Осылай өмір бойы ұстап алғанша ұсақ түйекпен айналыспақсың ба? Ойланшы, жолымыз болып кетсе, теңіздің жағасына жатамыз, күнге қыздырынамыз. Көктегі қыздар бәрі болады бізде. Қытайлық жеткізушілер мұндай партияны тасымалдаудан бас тартады. Олар да ақымақ емес. Оларға да кепілдік керек. Сен мұның бәрін оп-оңай деп ойлағансың ғой деймін, а? Қателесесің. Ал жарайды, мәселе мұнда емес дейікші. Кімге өткізесің мынаның бәрін, а? Кімге? Сәлем. Сенің осы дәмханада отырған біліп едім. Не істеп отырсың? Жұмысқа шығуға бола болмай ма, соны білуге келдім. Менеджерді күтіп отырмын. Ал мені саған сыйлығым бар. Дәрігер саған көзілдік жас беріп еді ғой. Ең сәнді көзілдік алдым. Көзілдік таққаннан ұялудың қажеті жоқ. Қазір керісінше, көзілдік таққан сәнді болып есептеледі. Кәне? Өзіңе жарасатын сияқты. Шынымен осылай жақсы көрінеді екен. Ұнады ма? Иә, ұнады. Қымбат шығар, мен ақшасын қайтарып берем. Ешқандай ақшаның қажеті жоқ. Бұл менің саған тайын сыйлығым. Сен жұмыс істемейсің ғой. Демек бұл әкеңнің ақшасы. Ал әкең сыйлық жасап жатқанын біле ма? Аңсар, енді мен саған соншалықты көлік сыйлап тұрған жоқпын ғой. Ештеңе етпейді. Әкең қаражаттан қиналып жүр деп едің ғой. Ал жағдай одан да қиын болса ше? Жоқ. Дегенмен,
менің әкем өте мейірімді. Егер мен әкемнің орнында болатын болсам, академияны сотқа беруші едім. Қалайша ешқандай дәлелсіз жұмыстан шығара салады, барлығын тартып алды. Тіпті медициналық сақтандыруды. Енді басқа тіс дәрігерге бару керек болады. Сақтандыру? Иә. Демек әкеңде тегін емделуге мүмкіндік берілген медициналық сақтандыру болды ма? Иә, тіпті бүкіл отбасымызбен тегін қаралушы едік. Ал ол медициналық полисті қайтадан алуға бола ма? Кешір, маған кету керек. Ауруханаға барам. Жұмысқа қатысты бар анықтамалар алғым керек. Онда мен де сенімен барайын. Қолың бос. Жоқ, 1-2 сағаттан кейін сенің үйінде кездесеміз. Міне, көзілдірігін тағып бара жатыр. Рахмет. Алғашы. Қалай өткізетімізді, кімге сататымызды табамыз. Қалада не көп, нашақор көп. Егер бұлай дұрыстап ойланып қарайтын болса, бұл сондай қатты не шаруа емес. Білесің бе? Бүйтеміз. Сенің әлгі Қытайдағы достарына хабарласамыз. Олар әлгі сыртын бірге етіп жасауын талап етеміз. Және де арасына көзбояушылық ретінде бір кішкене өнім салып береміз. Бұл Айналаңа қараш, тасып жатқан клиенттерің бар ма? Мұнша химиялық зат керек екеніне кім сенеді, кім сенеді? клиенттерім аз екен рас. Бірақ мына көлік жуу орталығында жоқ құжат бойынша аптасына 8000 көлікке қызмет көрсетеді. 2 тонна ешкімге күдік келтірмейді. Ал сатуға келетін болсақ, оны екеуміз бірге ақылдасып отырып жасаймыз. Түсіндің бе, Моңғол? Тыңда, тіпті бар ғой. Тіпті екеуміз клиенттерімізді біріктіретін болсақ, айына 3 немесе 4 қана килограмм сататын боламыз. Сонда бір фургонды 3 жыл бойы сатамыз ба? Ол уақытқа дейін не сені өлтіріп тастайды, не болмаса мені қамап тастайтын болады. Сен түсінсінші, бұл жерде бәрі шағын, бір-бірін таниды. Егер біреудің жолын кескестейтін болсаң, ана басың таппай кетесің. Түсініп отырмысың, құрт-қарға жем боласың. Мен саған қалжыңдап отқан жоқпын. Ал сен әлгі ірі сатушылардың біреуін таниды мен? Танимыз ғой. Онда былай істейміз. Ақыр көтерме саудамен алысады екенбіз, сен солардың біреуімен кездесуің керек. Түсіндің ме? Түсіндім. Сәлем досым. Қалайсың, таныдың ба, Сержан ғой? Не болды, ескі достарың танымай? Айтпақша, мен саған бір мәселемен хабарласып тұр едім. Омар, $1-2 тауып бере аласың ба? Алло, Омар. Қадыр, ассалаумағалейкум. Қалың қалай? Иә, Сержан ғой. Қадыр, мен саған бір жағдаймен хабарласып тұр едім. Анам ауруханаға түсіп қалды, $1-2 керек болып тұр. Қош, мүлдем жоқ па? Ертеңше. Қалай сенде ақша жоқ? Түсінікті деймін. Бишер. Көркем, менімен жүрші, келіссөз бөлмесінде көмегім керек болып жатыр. Қазір 1 минут. Көркем, тездетші. Қытайдан делегация келіп отыр, олар бізді күтпейді. Жарайды. Телефоныңды неге алдым? Енді сенің телефоның шырылдағаны жетпеп еді. Беркін, сен бұл істе жаңа адамсың. Көп нәрсені білмейсің. Жаныңдағы адамдар қауіпті, олармен байланысатын адамдар да қауіпті. Егер сен әрі қарай осылай жұмыс істейтін болсаң, біл, мен араласпайым бұл нәрсеге. Алып кеш ана орындықты бері қарай. Бол. Саған не болды, а? Қайда бір боқ бұрын құсап қауіпті деп қалды. Жап-жақсы жоспар. Егер біз ешбіртанан түсін. Егер жақсы табыс тапқымыз келсе, тәуекелге бару керек бізге. Түсінесің бе? Моңғол, былай болсын. Сен әлгі, отыршы. Мәй! Отыр. Кімге, қайда, не істеу керек екендігін айтасың, барлығын ұйымдастырасың. Ал мен болсам, бізге қолдаушы табамын.
қолдаушы? Иә, солай болсын. Егер біз бизнесімізді ұлғайтқымыз келсе, қандай жағдай болмасын, бізге қолдау көрсететін серіктес. Мына шекейді қайдан алдыңыз? Жігітім сыйлады. Едіген айтам. Едіге ме? Иә, өзім де таң қалдым. Күтпеген жерден осында сыйлық жасады. Қуанып қалдым. Сізге ұнай ма? Ұнайды әрине. Мұндай әдем бұйымды қайдан алғанын айтпады ма? Сұрамаппын. Әйел адамға көңіл білдірсе, оны ризашылықпен қабылдау керек емес пе? Түсінесіз ғой? Түсінем әрине. Едіге қашан келетін айтқан жоқ па? Маған айтқан жоқ. Оған не деп айтайын? Ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Өзім хабарласам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Алло, саламатсыз Тайжан Омар. Сен ауруханадан неге кеш шығып кеттің? Көз ойыншық емес қой. Негізі өкпеде ойыншық емес. Сен де айтқаннан қайтпайды екенсің. Сіздің неге емделмей жүргеніңізді білем. Айыру бәрін айтып берді. Сіз ақшадан қысылып жүргеніңізді де білем. Бұл енді менің өз шаруам. Бұл менің мәселем емес, бірақ сіздің шаруаңыз шешуге болады. Әке? Сіздің таныстарыңыз бар емес пе? Аңсар, қазір телефонды өшіре салсам болар еді. Бірақ шын ниетімін айтып жатқаннан кейін әңгімеңді бұзғым келмеді. Қайталап айтам. Сен менің жеке шаруама араласпа. Емделем бе? Емделмеймін бе? Отбасыма қатерлі ісікке шалдыққанымды айтам ба, айтпайым ба? Мен бұны өзім шешем. Сіздің ренжитіңізді білем. Менің ісіме де ренжитіңізді білем. Бірақ мен оған көз жұма қарғалмаймын ғой. Сіз үшін де, айыру үшін де мен уайымдаймын. Емделу үшін қанша ақша керек екенін білемісің? Мен оны қайдан алам? Достарымнан сұрап жатқаным ұят емес пе? Тайжан Омарлы. Болды. Мен жағдайымды ешкімге айтуыңды тыйым салам. Әсіресе Айару білмесін. Менің сөзімді жерге тастамассың деп сенемін. Аңсар, ешкімге тіс жарып айтпаймын деп уәде берші. Жарайды. Өз денсаулығыңды, енді немен айналысатыныңды ойлан. Ал мен өз өмірімді өзім реттеймін. Едіге, тұра тұрш. Амансыз ба, Әздапай? Амансың ба? Кеше саған айтуға үлгермедім, ұйықтап қапсың. Кеше осында бір құрбың келіп кетіп еді? Қандай құрбың? Болдың да? Тоғжан. Тоғжан? Онда не істеп жүр? Не үшін келді? Өзің білетін шығарсың, сенің құрбың ғой. Не үшін келгенін түсінсем бұйырмассың. Екеуміздің арамыз ажырағанда біраз болды. Онда мен шаруам жоқ. Бірақ оны жақсы сыйлайтыныңда, жасаған сыйлықтарыңды айтып мақтанды. Сыйлық? Қандай сыйлық? Демек сен әшеке бұйымдар сыйлық деп есептемейсің бе? Таңғалмай. Өйткені өз ақшаң алынған емес қой. Ләззат апай, сізді түсінсем бұйырмасын. Жарайды, мен жұмысқа кетуім керек. Онсыз да кешігіп барады. Кешке сөйлесейікші? Кешке? Кешкеден тағы бір сылтау ойлап таппақсың ба? Қандай сылтау? Мен сізді түсінбей тұрмын. Едіге, бұған қалай дәтің барды? Ұятың бар ма өзіңнің? Мұнда не болып жатыр еді? Амансыз ба, анашым? Қалайсың балам? Едіге екеуіңіз ренжісіп қалғансыздар ма? Едіге не бүлдірді? Өзім де білейін деп тұрмын. Жоқ, біз жай әңгімелесіп тұрмыз. Не жайлы? Айтарлықтай ештеңе жоқ. Жұмысқа барыңдар кешікпей, әкелерің ренжіп жүр. Жоқ, бірдеңе болған көріп тұрмын ғой, мен айтсаңшы енді. Айттым ғой, еш нәрсе болған жоқ деп. Ал сенімен кешке сөйлесеміз. Солай ғой, Едіге? Жарайды.
Әкелдің бе? Саған да сәлем бердік. Әкелдің ба деймін? Немене қалайсың? Жындыхананы сағындың ба? Осақ па? Сенің есің ауысың ба? Мынау маған бір ретке де жетпейді ғой. Кешір, бауырым. Қайырымдылықпен айналыспаймын. Қанша ақша бердің, сонша әкелдім. Сен не деп тұрсың өзі? Мен саған көп ақша бердім ғой. Түсінесің бе? Дәріханада баға қымбаттап кеткен. Ақша құнсызданып жатыр, өзің білесің. Енді маған не қылайсың? Сен не? Мені мазақ қылып тұрсың ба? Әлде алдап соқпақ? Ей, қайда қалдаған? Бұл бизнес. Естіп бердің ондай сөзді? Сенің өз бизнесің, менің өз бизнесім бар. Шешеңді көрген. Шамаң жетеді, мен білемін. Маған мынау аз тағы да әкеліп бере аласың ба? Әкеліп беремін. Бірақ бағасы қымбат болады. Жақсы, ақшасын барлығын берем. Менде басқа біреуді іздеп жүретін уақыт жоқ. Тек әкеліп берші, өтінем. Байқа, байдың баласы. Менімен ойнауға болмайды. Кешке ақшаңды әкеліп берем. Тек маған тауып берші, өтінем. Түстен кейін тағы қиналғанда қайдан табам? Жарайды, мен саған бәрін берем. Кешке 5 мың әкеп тастайсың. Түсіндің бе? Түсіндім, әкелем. $5000. Жарайды. Байқа. Кешке 7-те дәл осы жерге ақшаны әкеп тастайсың, түсіндің бе? Түсіндім. Әкелмесең? Біз керек, ал менде ондай адам бар. Менің саған қажетім не? Жұмыстан шақыртып алдым ғой. Менің уақытым аз. Сондықтан бірден іске кірісем. Сен теміректерге не үшін бардың? Жай әншейін есіме түсіп кеттің. Сені көрейін деп. Тағы да не есіңе түсті? Аңсар ауруханадан шықты. Мен оны жатақханадан күтетінді білдің ғой. Онда не үшін бардың? Ай, тоқтай тұр, сен қалай сөйлейсің өзі? Тоғжан, сен Назеркемен сөйлесу үшін бардың ғой. Солай ма? Назерке дейді. Оның қатысы не? Солай мекен. Ал мен түсінбей тұрсам, менің досым Едіге өзінің жаңа қарындасына ғашық болып қапты ғой. Жап аузыңды, не айтып тұрсың? Сен шаруаң болмасын. Тағы да сұрап тұр. Сен теміректерге не үшін бардың? Неменеге сонша ашуланасың? Жай сені көруге барғаныма сенбей тұрсың ба? Әрине сенбеймін. Дұрыс дейсің. Маған бәрібір сенің еш керегің жоқ. Айтпақшы, сенің өгей шешең нағыз сұрқия екен, үйіне де кіргізбеді. Тоғжан, сенен соңғы рет сұрап тұрмын. Темировтерге не үшін бардың? Айт. Айтпасам не істейсің? Айтпасаң, өзі болың өзіңе. Ұқтың ба? Қорқытып жібердің ғой? Тоғжан, шын айтам. Егер менің отбасыма бір арам ойларың болса, менен жақсылық күтпей. Екеуміз бірге болғымызға қарамаймын. Ләззат, поштаны көрдің бе? Маған күреңелік поштамен есеп шоттар келу керек еді. Бүгін ештеңе келген жоқ, келген кезде айтам. Анан неге шешіп алғансың? Бұл суретке қашан түскеніміз есіңде ме, Жылтай? Әрине есімде. Назерке мектепке барған кез. Ал мына мойнымдағы алқа есіңде ме? Есімде. Мен оны саған сыйлағам. Назерке туғанда сыйлағансың. Иә. Бұндай алқа сирек кездесетін дүние, солай ғой? Иә, білем. Авторлық жұмыс. Мұндай алқа қалада болмауы керек, басқа. Зергерлік досым жасап берді. Мұны мен не айтпақшысың?
Мынандай бір қиындық туып тұр, Жолтай. Иә? Бұл алқаны көптен бері кимеп едім. Тіпті қорабынан қашан шығарғаным да есімде жоқ. Ал кеше бір қызығы. Мұны бір қыздың тағып жүргенін көрдім. Кім, Назерке ме? Едігенің қасындағы құрбысының мойнынан көрдім. Мұның қашанға дейін жалғасатынын білгім келеді. Солайды. Тағы да Едігені ұрлықша атамақпысың? Тап солай. Едіге ұрлады. Түсінбедім. Жарай түсінбесең, онда мен турасын айтайын. Едігенің осы үйде болғанын қалаймын. Және оның көңіл күйінің жақсы болуын тілеймін. Ол маған сенім артуы керек, ұқтың ба? Сендердің өшегі аяңдарың маған керек жоқ, балаларыңа да айт. Ала көздеп қарауын қойсын. Сонымен алға қайда? Бір жерге сап қойған шығармын. Іздеп көрейін. Жақсы. Мінекеңіз. О, Аңсар, мұнда қайдан жүрсің? Аурухананың ботқасын сағынып қалдың ба? Сағынғаным жоқ. Жұмысқа анықтама керек еді, сол үшін келдім. Бір жағынан сізге соғып кетейін деген. Мынау сізге. Тағы да кәмпит пе? Тәттіге тойдым. Керек жоқ, алып қой. Сауып кетіңіз. Жоқ, алыңыз. Қажеті жоқ. Шынымды айтсам, сізге бір өтінішім бар еді. Міне содан бастауым керек еді. Ол Тайжан Омаровна қатысты. Оған не болды? Өзіңіз де білесіз ғой, ол қатерлі ісікке шалдықты. Емделгісі келмейді. Үй ішінен айтқысы келмейді. Мұнысын құптамаймын. Бірақ ол кісінің өзінің шаруасы. Қалау білсін. Мәселе оны қалаған, қаламағанда емес, ол кісінің ақшасы жоқ. Ешкімге қол жайғысы келмейді, Райхан. Оған қалай көмектесу керек деген білемін. Менің ол кісімен қарым-қатынасым өте жақсы. Бірақ ол кісіні химиялық терапияға арқамен сүйреп алып келе алмаймын. Өзі ақ келеді. Академияға жұмысқа қайтадан қабылданса, медициналық сақтандыруға ие болады. Сонда ем-дом ақшасını өздері ақ төлейді. Ешқандай сылтау айта алмайды. Ол үшін маған Тайжан Омаровның жеке картасын көшірмесі керек. Аңсар, сен не деп тұрғаныңды білесің бе? Білем. Оған айыппұл салынатынын білем. Қайдағы айыппұл? Ол үшін мені жұмыстан шығарады. Сен соны біліп тұрсың ба? Сенің көздегенің сол ма? Ешкім біліп қоймайды. Уәде берем. Мен Тайжан Омаровны өте қатты сыйлаймын. Бірақ бәріміз тәртіпке бағынуымыз керек. Тәртіп деген жақсы ғой. Бірақ адамның өмірі оған қарағанда маңыздырақ. Бәлкім мен тым ақыл көзін бара жатқан шығар. Алайда сіз де оған көмектескіңіз келеді ғой. Солай ма? Маған денсаулық картасын беріңізші. 10 минутқа көшірмесін жасаймын. Барлығын өзім жасаймын. Ешкім білмейді, уәде берем. Кәмпит алып келдім дедің бе? Иә. Мен бұны медбикелер постына апарып келейін. Жарайды ма? Сенің 3 минут уақытың бар. Байқа. Көп рахмет. Көркем жарайсың, жұмысыңды жақсы атқардың. Келесі жолы келіссөз жүргізгенде өзімен бірге алатын боламын. Рахмет. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Тек азап басым ауырып тұр. Найла бүгін жұмыстан бір сағатқа ерте кете берсем болады ма? Аңсар, келе ғой, кел. Денсаулығың қалай? Тәуір болып қалдым. Той, көз әйнегің қандай әдемі, сәнді екен. Рахмет. Қазір аяр өт шақырам. Кейін шақырсаңыз. Қол бос болса, қазір Тайжан Омаровнамен сөйлесем деп едім. Аңсар, амансың ба?
Айнагүл, сен шай қойып жіберші. Жақсы. Аңсар екеуміз сөйлесе тұрайық. Тайжан Омарлы, сіз маған қайтадан ұрсатыңызды білем. Бірақ мен сізге жақсылық тілеген соң ғана жасадым. Нені айтасың? Сіз өз денсаулығыңыз үшін күрескіңіз келмейді. Бірақ сіз және сіздің отбасыңыз маған өте қымбат. Сондықтан бұған жол бере алмаймын. Аңсар, сен не істедің? Бір амалын таптым. Сізді академиядан ештеңені түсіндірместен ешқандай дәлелсіз жұмыстан шығарып жіберді ғой. Алайда олар сіз қателеске шалдыққаныңызды білмейді. Қазір арыз жасап, осы дертіңіз үшін жұмыстан әдейі шығарып жіберген дәлелдеуге болады. Демек, жұмысқа қайтадан орналасуыңызға Бұндай іске араласуға саған кім рұқсат етті? Менің өміріме араласатындай сен кімсің? Ойыңа келген істегенді қой. Академияға хабарласушы болма. Негізі мен олармен сөйлесіп те қойдым. Арыз жазып, сіздің денсаулығыңыз туралы ақпаратты академияның ректорына жібердім. Кешіріңіз, бірақ солай істеуім керек болды. Ректор. Ассалаумағалейкум. Асқар Рашидұлы. Біз енді ересек адамдармыз ғой. Ашық сөйлесейік. Мен бүгін факспен сенің медицина кітапшаңнан алынған көшірмені алдым. Бірақ мен... Тоқтай тұр. Тайжан Омарұлы, мен айтайын. Біз сенің жағдайыңды білмедік қой. Енді біз хайуан емеспіз ғой. Міндетті түрде сіз сотқа дейін жеткізу керек пе еді? Асқар Рашидұлы. Тайжан, бұл оқуның бәрін бейбіт жолымен шешейік. Дүйсенбіден бастап жұмысқа келетін бол. Сені жұмысқа қайта қабылдау туралы бұйрық дайындаймын. Медициналық сақтандыру болады. Әрине, біздің білім министрлігі мен әлеуметтік қызмет орындарымен түсініспеушілігіміз болмасын. Ал енді Тайжан, негізі сенің өзің келіп айтқаның дұрыс болар еді. Мен де адам емеспін бе? Жарайды, дүйсенбі күні келетін бол. Жақсы. Сау бол. Ал жігітім, тіпті не айтарымды да білмей тұрмын. Ештеңе демей қойыңыз. Әншейін. Сәлем! Келгенге көп болды ма? Бөгет жасамадың ба? Жоқ, жаңа ғана келдім. Тайжан Омарлы екеуміз сөйлесіп тұрмыз. Не туралы сөйлестіңдер? Мен жайлы ма? Денсаулық туралы, қызым. Анашым, әкем кетіп қалды ма? Иә, кездесуім бар дейді. Түсінікті. Таңертең не дегенмен не туралы сөйлестіңіздер? Қыз дедіңіз ба, сыйлық дедіңіз ба? Айтарлықтай дәнеңе жоқ. Айтыңызшы енді. Айтып тұрмын ғой. Ештеңе жоқ. Суып қалмай тұрғанда тамағыңды ішіп. Анашым, білесіз ғой, маған айтуғымызға болады. Едіге тағы бірдеңені білдіріп қойды ма? Мен сізге айтып едім, оған сенуге болмайды деп. Қамбар, Едіге ештеңе білдірген жоқ. Мен түк көргем жоқ, дәнеңе де болған жоқ. Бұдан былай маған Едіге туралы мұндай әңгіме айтушы болма. Бірақ... Тамағыңды ішесің бе жоқ па, ана жақта суып қалды. Не болып жатыр өзі? Нұрдәулет. Немене сонша қайғып келіп тұрсың? Мынада жақсы адамдарға түнерген түрмен келуге болмайды. Ақшап келдің бе? Әкемесең, сөзіміз жараспас. Нұрдәулет, мұнда қымбат швейцарлық сағаттар. Тартандаңды. Өте қымбат тұрады. Мынауыз тіпті жылап жаңа десе де болады. Және де қымбат сақина. Ақшап келдің бе дейміз саған? Және де планшет алып келдім.
Онымен қоса ұялы телефон. Мынаның барлығы 5000-нан қымбат тұрады, тез өтіп кетеді. Сондықтан мен сенің алдында қарыз емеспін уже Дәулет. Болды, құтылдым қарызынан. Тіпті жағдайың қиындап кетті ме не? Бүкіл байлығын жинап келіпсің не? Не, анаңның ақша бермей қойды ма не? Сен жоқ менде ақша, Нұрдәулет. Жоқ ақша. Тартып қойыңыз. Былай істейміз. Егер ақшаң жоқ болса, тәтті де жоқ, түсіндің бе? Сен ойлан, ақша табудың бір амалын табарсың. Қалтаңда ештеңе қалған жоқ па? Шеш анан. Бол, шеш. Ләззат апай, сіз таңертең менімен сөйлескіңіз келіп еді ғой. Бірақ мен ештеңе түсінбедім. Тоғжан не десе де менің қатысым жоқ. Жақсы. Ләззат апай, мен рас айтамын. Жақсы дедім ғой. Несі жақсы? Маған ренжіп жүргеніңізді көріп жүрмін ғой. Бірақ менің не кінәм бар екенін түсінбей жүрмін.